Саламатсыздар құрметті подписчиктер, менің достарым, каналдың қонақтары, қош келдіңіздер. Бүгінгі видео біз электр тізбегін қалай оқу керек, соны түсіндіремін. Мысал ретінде электр двигателін басқару схемасын, реверсивті басқару схемасын алдым. Интернеттен тапқан схема кездеген. Негізгі схема қарап отырсаңыздар 380 вольтқа арналған двигатель. Басқару схемасы 220 вольтқа арналған. Міне басқару схемасы міне және міне. Бұл схема екі бөліктен тұрады. Міне күштік схема, күштік бөлігі двигательға тікелей баратын, және басқару схемасы. Міне оң жақтағы басқару схемасы. Ең бірінші біз электр тізбегі қандай қондырғылардан тұрады екенін білуіміз керек. Егер біз білмесек, схеманы дұрыс оқи алмаймыз. Сол себептен біз қазір танысамыз. Схема, мысалы, QF1 автоматтан тұрады. Вводной автомат дейді. Екі контактор бар, магнитный пускатель КМ2 және КМ1. Міне оның күштік контактылары, қосымша контактылары КМ2-нің, КМ2, КМ1-дің. Және оның катушкасы басқаруы қалай осыған. Осы контакт магнитный пускательға, осы катушкасына кернеу берілген жағдайда ғана мынау контактылар қосылады, жұмыс істейді. Егер кернеу болмаса, оның контактылары бастапқы түрде қалып қояды, ешқандай жұмыс істемейді, қосылмайды. Және кнопкадан тұрады, басқыштардан открыть, стоп, закрыть деген. Бұл кнопкалар фиксациясы жоқ, яғни мысалы кнопканы бассақ, басқышты бассақ, 3-4 контактысы, SP3-ті бассақ, 3-4 контактысы қосылады да, жібергесін айырылып кетеді. Фиксациясы жоқ, яғни олар оны басқан кезде ғана ол жұмыс істейді. Контактылары қосылады. Келесі, міне F1 сақтандырғыш предохранитель деп айтады. Басқару схемасын қорғау үшін арналған. Және лампалар, лампочкалар. Бұл индикация үшін қажет, индикация, да. Енді реверсивті схемасы қалай жұмыс істейді біріншіден көріп отырсам, міне двигательға кернеу контактылар магнитный пускатель арқылы беріледі, силовой контактылары арқылы. Реверсивті басқару дегеніміз ол фазасын ауыстырады. Бірінші контакт, мысалы КМ1, КМ2 кезде ABC фазалы прямой берілсе, КМ2 арқылы фазасы өзгереді. Яғни мынау схемада А және С фазасы орындары ауысқан КМ2-де. КМ2 қосылған кезде біріншісіне фаза С беріледі. Міне бұлай. Біріншісіне фаза С беріледі. Көріп отырсаңыздар. Фазасы жоғарыдан келді, но контактыларға біріншісіне беріледі. Үшіншісіне фаза А беріледі. Міне фаза А келеді да, но контакты арқылы үшінші неге беріледі. Орындары ауысқан. Сонда егер бірінші магнитный пускатель жұмыс істегенде ротор оңға айналса, оңға жұмыс істесе, екінші контактор қосылған кезде ол солға айналады. Соны реверсивті басқару деп аталады, негізі қысқа қарапайым тілмен түсіндірген кезде. Мынау схема электр задвижканы басқару схемасы. Если қателеспесем, ол қалай жұмыс істейтін интернеттен қарасаңыздар болады, еш қиындық жоқ. Енді басқару схемасы қалай жүзеге асады? Біз бірінші схема басында, бастапқы кезінде сызылған кезде барлығы сөнулі, яғни мына жерде кернеу жоқ деген сөз. Яғни барлығы бастапқы кезінде барлығы сөнулі, еш жерде кернеу жоқ деп басына сызылады.
біз схеманы қосу үшін бірінші автоматты қосамыз. QF1 кернеу жүреді. А, Б, С фазасының кернеу жүреді. Мынау былай мына жерге келіп тоқтайды. Ары қарай мынау контакт жұмыс істеген жоқ әлі. Келіп мына жерге тоқтайды. Осы жерде 380 вольт тұр. Фазасына А и С фаза арасында 380 вольт. Б, С-ның арасында 380 вольт және А и С-ның арасында 380 вольт. Жұмыс ету үшін біз бірінші открыть кнопкасын басамыз. Басқышын басамыз. Басқышын басқанда кернеу С және 0 арасындағы 220 вольт фазасына кернеу былай жүреді. Тоқ пайда болады. Тоқ былай жүреді. Сақтандырғыштан өтеді. Кнопкадан өтеді, стоптан өтеді. Открытті басқышын басқан кезде 3-4 контактісі қосылады, сол кезде өтеді. Өтеді, КМ1 катушкасына өтеді. КМ1 катушкасына өткенде оның контактылары жұмыс істей бастайды. Яғни күштік контактылар қосылады. Қосымша контактылар қосылады. Мынау контактылар қосылады. Ал мынау контактісі айырылады, ашылады. Сонда мынау жабылған кезде кернеу мынау басқышқа қарама-қарсы өтеді. Катушка кернеуде тұрады. Катушкадан тоқ өтіп тұрады. Яғни двигатель қосылады, айналады, оңға айналып отырады. Ортасына ротор айналып жұмыс істейді. Енді бізге біз закрыть кнопкасын баса алмаймыз. Себебі біріншіден қорғаныстық өте ол қауіпті. Екіншіден мынау КМ1-дің мынау контактісі, мынау КМ1-дің катушкасына кернеу берілген кезде мынау контактісі ашылды. Яғни кернеу мына жерге келіп тоқтап қалады, бассақ біз. Жұмыс істемейді ол бәрібір. Бұл қорғаныстық қызмет атқарады. Өйткені байқауышта мынау кнопканы баспау үшін. Егер біз мынау кнопканы байқауышта басып қалсақ, мынау контакт болмаса, мынау екі контактор бір уақытта қосылады. Ол өте қауіпті. Мына жерде ол бір жағынан С фазасы келеді, екінші жағынан А фазасы келеді. С фазасы былай өтеді, мына жақтан келеді. А фазасы былай келеді. Сонда мына жерде қысқа тұйықталу болады. Ол өте қауіпті. Контактылар магнитті пускатель жанып кетуі мүмкін. Одан да өрт болуы мүмкін. Одан да аса бір қауіп жағдай болуы мүмкін. Сол үшін оны басуға болмайды. Ең біріншіден біз стоп кнопкасы арқылы өшіреміз. Стоп кнопканы басамыз. Жаңағы кернеу былай өткен катушкада жойылады. Оның контактылары бастапқы жағдайға келеді. Яғни мынау контактылар қайтадан ашылады. Мынау ашылады. Мынау жабылады. Енді біз закрыть кнопкасын баса аламыз. Закрыть кнопкасын бастық. Кернеу мына жақтан келеді. Өтеді жаңағы предохранитель. Мынау кнопкадан өтеді. Астыға өтеді. Басқан кезде ол катушкаға кернеу беріледі. Катушкадан тоқ өтеді. Тоқ өтеді да, оның контактылары жұмыс істейді енді. Мынау күштік контактылары жабылады. Мынау контакт жабылады және кернеу жабылғасын кернеу астынан өте бастайды. Яғни мынау кнопкаға параллель өте бастайды, былай өте бастайды. Мынау контакты уже ашылады КМ2-дің. Яғни біз открыть кнопкасын баса алмаймыз. Бассақ та ол кернеу бармайды мынау катушкаға. Одан пайда болмайды. Біз стоп кнопкасын баспағанша мынау кнопка істемейді. Тағы бір айтады кететін, мынау жаңағы басқан кезде КМ2-ні. Мынау КМ2-ның контактісі мынауда жабылады. Сол жабылған кезде мынау лампа жағылады, қосылады. Жағылып бізге көрсетеді. Яғни КМ2 істеп тұр. Двигательдің роторы сол жақ айналып жатыр деген сөз айтады. Солай. Жаңағы мынау
айтуға ұмытып кеттім. КМ1-ді қосқан кезде мынау контактісі тоже қосылады. Және мынау лампочка көрсетеді КМ1 қосылып тұрған, яғни двигатель оң жаққа айналып жатыр деген сөзді көрсетеді. Басына айту керек еді. Сосын тағы айтып кеткеніміз, егер схемада контактылар мен катушкалары әртүрлі жерде болса, бірақ атау бір болса, ол бір қондырғы деген сөз. Соны ұмытпаңыздар. Мысалы, КМ2-нің күшті контактылары мына жерде, ал катушкасы мына жерде тұр. Яғни бәрібір әр жерде болса да, атауы бір болса, яғни барлығы бір қондырғы. Мынау жылу релесі деп аталады. Жылу релесі. Міне контактылары. Міне контактылары. Егер мына жерде күштік кабель қысса, белгілі бір температурадан асып кетсе, қысса, реле сигнал береді. Сонда мынау контактісі ажыратылады. Ажыратқанда бәрібір ол екі катушкадан да кернеу кетеді, екеуі де сөніп қалады. Ол не открытті басақта, не закрыт, не оңға айналса да, солға айналса да бәрібір роторы, ол сөніп қалады. Және бізге мынау контактісі қосылып сигнал береді. Кабель қызды деген, мынау лампочка жанады. Кабель қызды деген сигнал береді. Кім қарады түсінді деп ойлаймын. Рахмет барлықтарыңа. Ұнаса лайк басыңдар, қосылыңдар. Рахмет.